Бүгін парламенттің соңғы отырысында тарихи заң қабылданды. Енді жемқорлықпен ұсталғандар ату жазасына кесіліп дүние мүлкі тәркіленеді. Елдегі күрделі жағдайды тез шешу үшін біраз заңды мақұлдады. Бүгіннен бастап жемқорлыққа қатысы бар 10 мың адам ұсталып және дүние мүлкі тәркіленіп мемлекетке қайтарылады. Ертеңнен бастап шекара жабылып, еліміздегі жемқорларды түгел ұстап, тұтқындап, мемлекеттен ұрланған қаржыны түгелдей қайтаруға күш салады. Парламент мақұлдаған тағы бір заң. Шетелде жүрген жастарды қайтару үшін мемлекет тарапынан қаржылай көмек берілуін мақұлдады. Тағы бір жағымды жаңалық, елімізде енді жанармай газ бағаларын төмендетіп, халыққа қолжетімді баспана салуды бастайды. Жағымпаздықпен мадақтау елімізде заңмен қудаланатында заң қабылданды. Парламент ендігі отырысын 20 депутатпен ғана өткізеді, өйткені олардың саны да 20-ға қысқарды. Ертеңнен бастап шенеуніктер саны 50%-ға қысқарады. Жан, блядь, заебал. Вставай, салам алейкум. Вставай, я заебал, на работу пора. Ты че ебанулся, спишь? Вставай, Ежан.